Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен атомдағы электрон, протон, нейтрон санын анықтап үйренеміз. Ол үшін біз білу керекпіз. Электрон Е минус, протон П плюс, нейтрон 0, яғни зарядсыз бос бөлшек. Электронның таңбасы минус, протонның таңбасы плюс, нейтронда заряд болмайды. Осыны білу керекпіз. Одан кейін элементтің периодтық жүйедегі реттік номері осы элементтің электрон санына тең болады. Мысалы, азотты алайық. Азотта 7 протон, 7 нейтрон, 7 электрон бар. Бұл 7 саны қайдан шықты? Протон мен электрон саны өзара тең. Ал нейтрон санын біз атомдық массадан реттік номерін азайтқанға тең болған санды аламыз. Мысалы, азоттың атомдық массасы 14-ге тең, оның реттік номері 7-ге тең. 14-тен 7-ні азайтсақ, 7 саны шығады. Сонда азоттың құрамында 7 нейтрон бар деген сөз. Тағы бір мысал келтірейік. Магнийде реттік номері 12-ге тең, сонда 12 протон, атомдық массасы 24-ге тең, 24-тен 12-ні азайтсақ 12 нейтрон және 12 электрон болады. Әрі қарай біз осы элементтердің энергетикалық деңгей санын анықтап үйренейік. Элементтің энергетикалық деңгейі осы элемент орналасқан период номеріне сәйкес келеді. Азот ол бізде екінші периодта орналасқан элемент. Сондықтан оның энергетикалық деңгей саны 2-ге тең болады. Номер десек, бірінші энергетикалық деңгей, екінші энергетикалық деңгей. Бірінші энергетикалық деңгейге максимум 2 электрон сыяды. 7 электронның 2 электроны бірінші деңгейге кетті. Сонда екінші деңгейге 7-ден 2-ні азайтсақ 5 электрон орналасады деген сөз. Болмаса, элементтің сыртқы энергетикалық деңгейі топ номеріне сәйкес келеді. Азот бізде 5-ші топта орналасқан элемент. Сондықтан оның сыртқы энергетикалық деңгейінде 5 электрон болады. Келесі магнийді қарастырайық. Магний бізде 3-ші периодта орналасқан. Сондықтан 3 энергетикалық деңгейі болады. Бірінші деңгейге максимум 2 электронын орналастырамыз. Сыртқы энергетикалық деңгейі топ номеріне сәйкес келеді. Магний бізде 2-ші топта орналасқан. Сондықтан 2-ге тең болады. 2-ге 2-ні қосасын 4, 12 электроннан 4 электронды азайтсақ, бізде 8 электрон қалады. Сонда 8 электроны магнийдің 2-ші энергетикалық деңгейіне орналасады. Сол кезде біз барлығы электрондарды энергетикалық деңгейге осылай орналастыратын боламыз. Әрі қарай біз n тең болады 2n квадрат формуласы арқылы деңгей санындағы электрондардың санын анықтаймыз. Бірінші деңгейде қанша электрон, екінші деңгейге қанша электрон сыяды, осыны анықтау үшін мына формуланы қолданамыз. Бұл жердегі n энергетикалық деңгей саны. Реттік номері, яғни n тең болады n электронның саны, максимум электронның саны. Егер бірінші деңгейде бізде 2 электрон, мінекей 2 электрон шығатын дәлдеп тұрмыз. Екінші деңгейде 2-нің квадраты 4-ке, 4-ке 2 көбейтсек 8 электрон сыяды деген сөз. Максимум екінші деңгейге 8 электрон. Үшінші деңгейге 3-нің квадраты 9, 9-ге 2 көбейтсек 18 электрон сыяды. 2-ні көбейтеміз 4-ші деңгейде. 16-ны 2 көбейтсек 32, максимум 32 электрон сыяды 4-ші деңгейге. Сонда бірінші деңгей 2, екінші деңгей 8, үшінші 18, 4-шіне 32 сыяды деген сөз. Тақырып түсінікті болса, комментарийға натрий, калий, мырыш осы 3 элементтің энергетикалық деңгей санын жазып жүре салыңыздар.